Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осы езілмей, жыртылмай пісетін сочный манттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Ең алдымен суымызға 1 шай қасық тұз саламыз. Енді оның үстінен 1 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған сместі алдын ала електен өткізілген ұнымызға құямыз. Бастапқыда қасықпен дәл осылай араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымыздың иірін қандыру үшін 20-30 минутқа қалдырамыз. Бетінен дәл осы ыдысымен жауып қойсаңыздар болады, немесе мешокқа салып қалдырсаңыздар да болады. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге тартылған ет қажет. Оған 1 жуамызды дәл осылай майда етіп турап, етімізге қосамыз. Енді 1 сәбізімізді де 4 бұрышты етіп тураймыз. Майдалау етіп турап, біздің етімізге қосамыз. Картобымызды да дәл осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Дайын болған картобымызды етімізге қосамыз. Салмасын өз қалауларыңызша жасасаңыздар да болады. Мінекей мен 1 жуамен 1 сәбізімізді подливкаға алып қалдым. Енді салмамыздың дәміне қарай тұзымызды және бұрышымызды салып, үстінен мантымыз сочный болу үшін су құямыз. Енді қолымызбен жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Енді иірін қандырған қамырымызды жая берсек болады. Бастапқыда дәл осылай қолымызбен басып аламыз. Одан кейін оқтаумен қамырымызды жая берсек болады. Ұнымызды сеуе отырып, дәл осылай қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Біздің қамырымыз жұқа болу керек, дәл осылай дөңгелетіп жайып шығамыз. Мінекей дайын болған қамырымызды дәл осылай оқтауға орап шығамыз. Енді оны кезекпен осылай бір-бірінің үстіне дәл видеодағыдай жасап, кесуге дайындап қоямыз. Дайын болған қамырымызды дәл осылай бірдей бөліктерге кесіп шығамыз. Енді оны бір-бірінің үстіне қойып, 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды жайып, үстінен салмамызды сала берсек болады. Салмасын барлығына бірдей етіп салып шығамыз. Мантыларымызды бүге берсек болады. Дәл видеодағыдай осылай бүгіп шығамыз. Бір-біріне біріктіріп, ұштарын, жан-жағын дәл осылай бір-біріне осылай біріктіріп шығамыз. Осымен біздің мантымыз дайын болды. Енді формамызды, табамызды дәл осылай сұйық май жағып майлап аламыз. Сонда біздің мантыларымыз астына жабыспай пісетін болады. Енді мантыларымызды дәл осылай салып шығамыз. Мантының бетіне сұйық майды жағамыз. Сонда біздің мантыларымыз жылтырап, әдемі болып пісетін болады. Мантымызды пісіре берсек болады. Алдын ала кастрөлімізге суымызды құйып қайнатып аламыз. Қайнап тұрған суымызға жаңағы дайындап болған мантыларымызды қойып 45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Дәл осы уақытта мантымыздың подливкасын жасаймыз. Подливкасын жасамай, жай өзін жей берсеңіздер де болады. Өз қалауларыңызша. Дәл осылай 1 жуамызды майда етіп турап аламыз. Енді сәбізімізді де теркадан өткіземіз. Табамызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға жаңа туралған жуамызды салып 2-3 минут көлемінде қуырып аламыз.
дәл осылай қуырылғаннан кейін үстінен сәбізімізді салып тағы да қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз және де осы сәбізімізбен жуамыз. Қуырылғаннан кейін үстінен кішкене су құйып 5 минут көлемінде қайнатсаңыздар жеткілікті. Мінекей біздің мантымыз пісіп шықты. Өте әдемі болып, дәмді болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Дайын болған мантымызды енді тарелкамызға салып шығамыз. Барлығын бірден аударсаңыздар да болады, немесе дәл осылай мен сияқты каждыйын отдельно салып шықсаңыздар да болады. Осымен мінекей мантымыз дайын болды. Енді оның үстінен подливкамызды құйып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мантыларымыз өте әдемі болып, дәмі де сочный болып шықты. Менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.